Міне сіз сұраған мәтіннің қазақша аудармасы. Қайырлы күн достар. Бүгін бізде 5-ші сабақ, онда біз жоба мазмұнын басқару бизнес процесін, яғни жобаның мазмұнын жоспарлауды қарастырамыз. Біз кіріс пен шығыстарды, құралдар мен әдістерді талқылаймыз. Сонымен қатар жұмыс құрылымын иерархиялық қалай әзірлеу керектігін түсінеміз. Жоба мазмұнын басқару бұл үлкен процестер тобы. Оның құрамында 5 білім саласы бар, оларды қазір қарастырамыз. Слайдта жоба мазмұнын жоспарлау қандай салаларды қамтитынын көресіз. Мысалы, мазмұнды басқаруды жоспарлау бұл мазмұнды басқару жоспары мен құжаттамасын жасауға байланысты барлық процестер. Өнімнің мазмұны қалай анықталатындығы, ол қандай талаптар мен фактілер арқылы расталатыны және қалай бақыланатыны талқыланады. Бұл процесс талаптарды жинауды, құжаттауды және мүдделі тараптардың қажеттіліктерін басқаруды қамтиды. Ол жоба мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді. Мазмұнды анықтау бұл жоба мазмұнын басқарудың білім саласы. Ол өнім немесе жобаның сипаттамасын әзірлеуді қамтиды. Әрине, ең маңызды құрал жұмыс құрылымының иерархиясын жасау, яғни жобаның нәтижелерін басқаруды жеңілдететін кіші компоненттерге бөлу процесі. Мазмұнды растау бұл жобаның немесе өнімнің қабылдануына байланысты процесс. Растау жұмыстың барысында алынған нәтижелерге негізделеді. Мазмұнды бақылау бұл процестер тобы. Мұнда біз жобаның мазмұнының жағдайын бақылауымыз керек, талаптар, кіріс деректері және тиісті құжаттаманы пайдаланып. Жалғасы ретінде мазмұнды басқару бұл жоба шеңберіндегі қажетті жұмыстарды анықтау процесі, сондай-ақ осы жұмыстарды бақылау және толық көлемде аяқталуын растау. Мазмұнды басқару жобаның бүкіл өмірлік циклі бойында жүзеге асырылады. Барлық анықталған талаптар мұқият талданып бақылану керек, сонда ғана жоба мақсаттарына нақты сәйкес келетіндері қалдырылады. Енді әр білім саласын жеке қарастырайық. Мысалы, мазмұнды басқаруды жоспарлау. Мұнда біз өткен сабақтарда талқылаған жоба жарғысын қарастырамыз. Жарғыда барлық жоба талаптары жазылады, сондай-ақ мүдделі тараптар анықталады. Бұл мазмұнды басқару жоспарын қалай жасау керек екенін және жобаның мазмұны мен өнімі қалай анықталып, расталатыны мен бақыланатынын егжей-тегжейлі сипаттайтын негізгі құжат. Мазмұнды басқаруды жоспарлау процесіне бақылау, мониторинг және әлі анықталмаған міндеттерге оралу процесі де кіреді. Өзгерістер енгізу қажет, сол арқылы жобаның келесі фазасына көшу үшін. Талаптарды жинау бұл ең маңызды кезең. Практикалықта жиі кездесетін жағдай біз жоспарлаған жоба нәтижесінде күткеннен басқа нәтиже алу. Мысалы, егер үй салсаңыз, бірақ аяқталған кезде ол күткен үй болмайды. Бұл мүдделі тараптар мен тапсырыс берушілер арасындағы барлық талаптарды нақты анықтамағандықтан туындайды. Сондықтан талаптарды жинау жобаларды басқарудағы ең маңызды білім салаларының бірі. Талаптарды жинау бұл мүдделі тараптардың талаптарын анықтау және құжаттау процесі, ол жоба мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді. Жобаның сәттілігі талаптарды жинау мен талдаудың сапасына тікелей байланысты. Жобаны қандай материалдан салатынымызды, қандай мерзімдер мен кімдер жұмыс істейтінін анықтау маңызды. Бұл бізге ресурстарды және адамдарды дұрыс таңдап, тәуекелдерді азайтуға және жобаны тезірек аяқтауға көмектеседі. Келесі кезең талаптарды бағалау. Мұнда олардың бастапқы жоба мақсаттарына сәйкес келетінін бағалау маңызды. Бұл бізге қандай талаптардың өзгертілуі немесе нақтылау қажет екенін анықтауға көмектеседі. Мазмұнды анықтау бұл жоба мазмұнын сипаттау үшін білім саласы. Мұнда жобаның құжаттарын жаңарту, мысалы допуск журналын, тәуекелдер реестрін және жобамен жұмыс барысында ұмытып кетуі мүмкін басқа маңызды құжаттарды енгізу қажет. Барлық осы құжаттар бізге жобаны дұрыс жолда ұстауға және қателіктерді болдырмауға көмектеседі. Бұл процесс барысында талаптарды қадағалау матрицасы да қолданылады. Ол жоба талаптарының орындалуын бүкіл өмірлік цикл бойынша бақылауға мүмкіндік береді. Талаптарды қадағалау матрицасы бұл барлық талаптардың орындалуын және жобаның дұрыс бағытта жүріп жатқанын бақылауға көмектесетін құрал. Мүдделі тараптардың реестрлері де бізге әр мүдделі тараптың қызығушылықтары мен талаптарын қадағалауға көмектеседі. Бұл жобаның сәтті аяқталуы үшін маңызды. Жұмыс құрылымын жасау бұл жобаны басқарудың ең маңызды құралдарының бірі, ол барлық кезеңдерде қолданылады. Бұл жұмыс құрылымының иерархиясы, онда тапсырмалар мен кіші тапсырмалар қалай ұйымдастырылып, орындалатыны көрсетіледі. Мұнда қандай жұмыстарды орындау керек және оларды қалай кіші тапсырмаларға бөлу керектігін нақты анықтау маңызды. Мысалы, үй салу кезінде негізгі жұмыстарды фундаментті дайындау, қабырғаларды тұрғызу, шатыр орнату сияқты тапсырмаларға бөлуге болады. Әр тапсырма жауапты тұлғаға тағайындалуы керек. Бұл процесті бақылауға және тәртіпті сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар, әр тапсырма үшін мерзімдер белгілеу қажет. Белгіленген даталар жұмысты ұйымдастыруға және жобаны тиімді етуге көмектеседі. Жұмыс пакеттері кіші элементтерге бөлінеді, олар нақты тапсырмаларды орындауға жауап береді.
Әр элемент нәтижеге ие болуы керек, ал осы кіші тапсырмаларды орындау барысында біз жобаның соңғы нәтижесін аламыз. Жобаны басқару бұл үздіксіз процесс, ол үнемі бақылауды, бағалауды және жұмысты қайта қарауды талап етеді. Жобаның әр кезеңінде оның нәтижелері мен барлық тапсырмалардың орындалуы бағалануы керек. Бұл жобаның белгіленген жолдан ауытқымай сәтті аяқталуын қамтамасыз ету үшін мұқияттық пен уақытылы түзетулерді қажет етеді. Міне жобаның мазмұнын басқарумен байланысты негізгі процестер мен білім салалары осындай. Әрбір осы сала жобаның сәтті орындалуы мен аяқталуы үшін маңызды рөл атқарады, ал барлық кезеңдер мен тапсырмаларды нақты орындау жоба уақытында, бюджетке сәйкес және сапалы нәтижелермен аяқталуына ықпал етеді.